Қайырлы күн достар, бүгін біз пигоди жасайтын боламыз. Құрамы өте оңай, үйде бар заттардан жасалынады. Ең алдымен 1000 грамдай ұнға 1 қасықтай тұзымды салып алдым, және де 200 грамдай шымшық май салдым. Сосын бетіне дрожж қосылған суды салып, әдемі қамыр илеп алдым. Әрі қарай уже мясорубкіге бауырды, өкпені салып, әдемілеп өткізіп алдым. Және де сыртын жуып, тазалап қойған жуаны, сәбізді және де картошканы кубиктап турадым. Болмаса өздеріңізге қалай ыңғайлы ұзыншалап та турасаңыздар болады. Достар, менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Күнделікті болмаса да, аптасына, болмаса айына менде видеолар шығып тұрады. Мұқият қарап отырамыз, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Осы уақыттарда бір қайтарып илеп қойған дұрыс қамырды. Сосын ашығасын барып пайдаланатын боламыз қамырымызды. Әрі қарай сарымсағымды турап алдым. 2 сарымсақ қостым, осылай 4 бұрышылап турап алсаңыздар болады. Болмаса бұдан да майдаласаңыздар да болады. Және бетіне тұз қостым, паприка, бұрыш және де кристаль қосып осылай араластырдым. Жаңа бауыр мен өкпе араласқан фаршқа осылай араластырдым. Әрі қарай осылай қамырды 7-ге бөліп алдым. Сосын әдемілеп жайып, бетіне фаршымызды салып, пирожкиді қалай түйесіздер, солай түйесіздер. Сосын түйілген жағы жоғарға қарап тұруы керек. Достар, менде 3 листі болды жетеуден. Менде 1 листіге жетеуі кетті. Осылай әдемілеп жоғарыға қарай қаратып барлығын салатын боламыз. Листімізде жетеуі болды менде. Және бетіне майонез салсаңыздар да болады, болмаса осындай салат қойып салсаңыздар да болады. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қызықты видеолар сіздерді күтуде. Жақсы, осымен сау болыңыздар.